Баршаңызға қайырлы күн, құрметті мен оқырмандарым. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі әдемі болып шығатын баклажандардан және кабачкидан осындай салат жасайтын боламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ол үшін баклажандарымызды дәл видеодағыдай турап аламыз. Өте қатты жіңішке қылып жібермеңіз. Және кабачкиларымызды да қалауыңызша ұзыншалап немесе осылай дөңгелектеп турап алсаңыздар болады. Енді бізге 2 жұмыртқа қажет. 2 жұмыртқаны жарып, шым-шым тұз сеуіп, шанышқымен жақсылап араластырып аламыз. Және де корейский сухари қажет болады. Бұдан бөлек кәдімгі панировочный сухарилерді де қолдансаңыз болады, бірақ корейский панировочный сухаримен әдемі болып шығатын болады, әрі дәмі де ерекше болады. Дәл видеодағыдай баклажандарымызды жұмыртқаға аунатып, бір бетін жаңағы панировочный сухариге малып аламыз. Кабачкилерімізді де дәл солай жасайтын боламыз. Және пергамент қағазы төселген противенге барлығын тізіп шығамыз. Пешті алдын ала қыздырып қоямыз. Алдын ала қызып тұрған пеште өз пешіңіздің ыңғайына қараңыз. Негізінен 10-15 минуттай пісіріп алатын боламыз. Қатты пісіп кетсе де болмайды, қатты пісіп кетсе өте қатты кеуіп кететін болады. Енді соусқа майонез, чеснок, шым-шым тұзды қосып барлығын араластырамыз. Орталарына осылай қызанақты турап алатын боламыз. Кабачкиге дөңгелектеп тураймыз. Жаңағы соусымызды жағып, үстінен салат жапырағын қойып, оның ішіне қызанағымызды салып, рулет секілді ораймыз. Салат жапырағымен өте әдемі көрінетін болады және ерекше дәм беріледі. Үлкен жиындарда, тойларда баклажанды қуырып дайындап тұрғаннан гөрі осылай дайындалған түрі өте жеңіл, әрі асқазанға да жеңіл, жасауға да жеңіл болып шығады. Сіздерге міндетті түрде дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығы оп-оңай дайындалынады. Ендеше лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, ал бізге ас болсын.